Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Ерболат Әбікенұлының пәтер іздеп жүрген едік шығармасы бойынша бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы әлеуметтік қоғамдық мәселелер және амоним синонимдарды түсінетін боламыз. Алдымен сабағымызды бастамас бұрын біз аудио мәтіннен шығармадан үзінді тыңдап, үзінді бойынша сұрақтарға жауап беретін боласыңдар. Алматыны алты айналып, жетім бұрышты жеті айналғанда өкшем опырылып түсті. Енді маймақ жүріске бастым. Аяғым ауырды деп келіншегім отыра кетті. Пәтер іздеп жүрдік. Құмырсқаның илеуінше қайнаған жетім бұрыштан бізге лайық пәтер табылмады. Табылмады емес, табылды-ау. Әкесінің құнын сұрайды. Тіпті делдал саған қарайтын емес. Сөйлесу үшін де кезекке тұрады екенсің. Пәтер бар ма, апай? Бір қыз керек. Пәтер бар ма, ағай? Бір жігіт керек. Апа, пәтер керек еді. Екі қыз керек. Келіншегім екеуміз тұрса, бола ма? Болмайды. Келіншегімнің қасына бір қыз қос, өзің басқасын жалда. Пәтер керек еді. Жас отау керек. Біз жас отаумыз. Қуанып кетіппін. Даусым шәр кетіп шықты. Онда естіп ал. 50 мың теңгеден 150 мың теңгеге 3 айдың ақшасын алдын ала тапсырасың. Бөліп тапсырсашы. Онда барыңдар. Сасқанымнан келіншегіме қарадым. Маған жанашыған болу керек. Естісе де естімеген боп тұр. Әппақ бетінің ұшына аздап қан шапши қалыпты. Көзінен мұң байқалады. Қасынан алыс тұруға тұрысып, тағы бір маклерге қарай жүгірдім. Аудио мәтінді тыңдап болсақ, балалар, шығарманы талдауға көшеміз. Тақырыбы көтерілген мәселе туралы кім айтып өте алады? Сәния айта ғой. Шығармадағы көтерілген мәселе әлеуметтік қоғамдық жағдай және де жастардың баспана туралы. Жақсы, рахмет. Автордың ойы кім айта алады, қыздар? Балалар айта ғой. Автор Қазақстандағы жастардың баспана мәселесіне көтереді. Жақсы, рахмет. Кейіпкерлерге кім талдау жасай алады? Зарина айта ғой. Ең басты кейіпкер ол ер адам, оның аты Жанадан. Ол ақ көңіл адам, адамға сенгіш. Сосын оның келіншегі бар, әйелі, ол шыдамды, төзімді, күйеуге қарсы келмейтін. Сосын сол шаш бар, ол маклер. Оның жүрегі қатыгез, адамға өтірік айтатын. Сосын қожайыны бар, үйдің иесі, ол мейірімсіз адам. Жақсы, рахмет. Келесі, шығарманың композициясына тоқталатын болсақ, басталуы, байланысу, даму, шарттау шегі, шешіміне не айта аласыңдар? Линда айта ғой. Пәтер іздеп жүрген бұрышқа күлген жас. Бұл басталуы, байланысуы. Маклермен болған әңгіме. Жақсы. Шарттау шегі. Далада қалған жастар. Ал шешімі? Тар қапастағы тадар. Жақсы, рахмет. Тапсырмамызға өтетін болса, бұл сабақта біз амоним және синоним сөздердің мағынасын ұғынуымыз керек. Синоним сөздер дегеніміз не? Және бұл тапсырма бойынша кітаптарының 17 бетін ашып, мәтіннен мына берілген, тақтада берген сөздердің синоним табасындар. Жылдамдатып алып, тақтадағы сөздердің синоним табамыз. Кім дайын синонимдер тапқан оқушылар бар ма? Иван, жақсы. Синоним дегеніміз не алдын атап өт? Синоним мағынасы жағынан бір-біріне жақын сөздер, мысалы, қысқа келте шолақ. Жақсы, рахмет. Мұна тақтадағы сөздер синонимін мәтінен тауып берші. Әңгімелесу, сөйлесу. Рахмет. Үй. Баспана. Так. Қаржы, қаражат мәтінен іздеп тауып бере аласың ба? Ақша. Таптар, кішкене бөлме. Сабырлау. Ауру. Суик, тию. Сөндіріп тастау. Өшіріп тастау. Ызалы. Ашылау. Қысылу. Мезгілі. Жас отбасы. Жас отау.
жақын, тоз, жақсы, рахмет. Бұл жерден біз мәтіннен синоним таптық, енді амонимдер көшетін болсақ, амоним дегеніміз не? Кім айта қояды? Тағы да Зарина айта қой. жазылуы бірдей, бірақ мағынасы әртүрлі болады. Балалар аудио мәтінді тыңдап болып, енді мына кейіпкерлерге баға беріп өтеміз. Жұптық, бұл жұптық жұмысымызды екі адам бірге отырып орындайтын боламыз. Тиісті жеріне қосу белгісін беріледі. Балалар сабағымызды қорытындылай келе, біз бүгінгі сабақта әлеуметтік қоғамдық мәселелерге баға бердік. Амоним синоним мағынасын ұғындық. Бұл сабақта рефлексиясына мен сіздерге үш сұрақ берейін. Осы жерге өз жауаптарымды жазып, сабақта бағалаймыз балалар. Әрқайсының қаламдарын алып, рефлексия жазамыз. Осы рефлексия бойынша сұрақтарға жауап беретін дайын адам бар ма екен ішімізде? Ясмин айта ғой. Біз бүгін Оливер Генридің соңғы жапырақ шығармасымен және Ерболат Әбдікенұлы пәтер іздеп жүр едік шығарманы оқыдық және мазмұнын білдік және салыстырдық. Маған бүгін екі шығарманың мазмұны ұнады және біз бүгін түсіндік мейірімді болу керек екенін және адамгершілік болу керек. Саған не ұнады сабақта? Екі шығарманың мазмұны. Керемет жазылған шығармалар. Жақсы. Осымен сабағымызды балалар аяқтаймыз. Қатысқандарыңа рахмет.